Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Алтынгүл. Бүгін сіздерге корн-доктың рецептісін ұсынғым келеді. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер ең басты бұл сосиска, одан соң қамырын жасауға сүт, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, қант пен тұз және де шпажка таяқшалары. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант пен тұзды саламыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстіне сүт құямыз, сүттің температурасы маңызды емес, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менде ұнның үстінде қопсытқыш, осы екеуін аз-аздан сала отыра жақсылап қамырды араластырамыз. Бізде сұйықтау қамыр шығады, қамырдың консистенциясы қимаққа ұқсайды. Сосискаларды осылай екіге бөліп қойдым, және де шпажка таяқшаларына түйреп шығамыз. Күнбағыс майын табаға құйып, қатты қыздырып қоямыз. Енді осы сосискаларды алып қамырға батырамыз. Бұдан соң қызып тұрған майға қуырып шығамыз. Осылай барлығын қызарғанша қуырып аламыз. Достар, бізде корн-дог дайын, өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалды. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, өйткені әлі де көптеген рецепттер болады.